келесі сұрақ болсын да. Нұрсұлтанға сөзбен тиісіп не айтып отырсыз? Күшті сұрақ қойдың деп жатырмын да бұған. Қош келдіңіз, Мадияр. Өте көркемді жігіт екен. Сен осы жол жаңа мен де қосылам. Осы жігітті жіберетін болсаң жұлдыз, мен де сөйтіп болам. Және Мадияр сізге сұрақ бір сұрақ қояйыншы. Көркемді деп қалдыңыз. Нұрсұлтанның үміткерінің есімі көркем, ешқандай байланысы жоқ па? Жоқ, бұл үміткердің есімін білмейді екенмін, ұмытып қалғанмын мен. Мадияр мырза, сізге сұрағым бар да, соңғы арақатынасыңыз жайлы айтып кетсеңіз. Не үшін, қалай болды деген сияқты. Осы жылы просто осы жылы 2021 шақты күн ғана болған еді? 2020-да болды, Бәсе? мирно расстались просто. Екі жаққа кеттік дейсіз ғой? Ол қыздың қандай мінездері ұнаған осында? Или Жоқ, просто не подходим. қанша уақыт жүрдіңіздер? Ең бір ұзақ жүрген деген отношения сол Астанада болған. Астанада бір жарты жылдай ма? Жарты жыл. Асхат? Құлшынып, микрофон зерлеп отыр екен, көріп қол. Бақтыңызға саламатсыздар ма? Иә, Асел десем Темірлан алады ғой, бермей жатыр да. Қош келдіңіз. Иә, енді бәріміз жүріп көріп тұрған сияқтымыз. Иә, бақыт тілейміз. Сұрағым қандай? Сұрағым бар ғой, Диана ханым негізі ойлап отқан сұрақ мынандай бір, білмеймін, мынандай жерде қойға бола ма ондай сұрақты, болмай ма? Кішкене. Бұны қай жерде қою керек сонда? Қай жерде қою керек ол сұрақты? Мен жаңағы зиянды әрекеттері жоқ деді ғой түбегейлі, иә. Ойлап отырмын да, егер будущий, например, екеуі муж жена болған кезде ше, мысалға бір жерге бір мальчишник болып бір жаққа кетіп қалып андай кинодағыдай болыпшы. Иә, бірдеңке бүлдіріп қойып жатса, жұлдыз кешіре ме екен? Жоқ, ондайға кішкене көз жұмып бүйтіп қарай ма екен? Сол жағынан сен қандайсың? Егер болашақта бір зиянды әрекеті пайда болса деген сұрақ қой, иә? Зиянды әрекеттеріне ма? Егер пайда болып қалса енді. Ол сенде талап бар да, қазір ол жоқ. Бірақ будущем ол талап өзгеріп кетсе, ол балада пайда болса, вдруг предположим, иә? Сен көнесің ба, жоқ, прям категорически бороться етесің ба против? Бірақ рет нететін шығар. Одан кейін жоқ. Негізі түбегейлі қарсымын, и ол болашақта да қайталанғанын қаламайтын едім. Не істейсің, қуып жібересің бе? Жоқ, тастатамыз ғой. Тастатамын ғой. Жаңахан бауырым, сен қызға былай отдача бересің да, романтический вечер, андай не істейсің, бірақ қыздан былай не жоқ саған қарайшы, ответка бар, бірақ андай сен қалағанда, сен негізі өзі қыздан внимание жақсы көресің ба? Былай сұрақ қойшы. Взаимно болды, иә. Взаимно болды. А сен қалай істейсің да, а саған взаимность жоқ, бар, бірақ мысалға элементарно доброе утро деп жазасың да, 5 сағаттан кейін саған жазады доброе деп. Типа сондай моменттер саған отношениеға құрта ма сондай ситуациялар? Көліңді қалдыра ма қыздан? Бұл отношенияның несінде айтып отырсың ба? Отношения, таныстық үстінде даже мүмкін мысалға қазір шығып сен жұлдызға жазуы мүмкін да, қаяқтасың деп. Кездесуге болмады, ол саған 3 сағаттан кейін жазуы мүмкін да, мен үйдемін, есік алдында келіп ұйықтап қалдым. Сондай моменттер да, и это будет повторяться. Жоқ, бірінші уақыттарда енді өзің әрекетіңді істейсің ғой, жақсылап. Ол дальше, дальнейшем, егер продолжаться етіп отырса, ол өзі... Бірақ сен өзіңе ұнайды, внимание, қыздан. Кімге ұнайды? Мынандай внимание ше, чересчур внимание ше. Қаяқтасың, не істеп жатсың, қалай, не деп, видеозвонокпен көрсетіп деген сұрақтар болып жатыр Нұрсұлтан. Ондай внимание, чересчур внимание. Жолдың тарапынан болмайтын сияқты. Жаңахан не үшін болып жатыр да бұл сұрақтар? Жұлдыздың постоянно айтатын причинасы внимание болмады дейді да, внимание жағы, вниманияға келтіреді. Бүкіл тақырып вниманиядан тоқтап кетіп жатыр да, таныс. Содан вниманияға сұрақ қойып жатқан ғой. Иә, сұрақ қояйын деймін. Внимание келтіреміз. Сен келтіресің ғой, неше? Взаимно ма? Взаимно болмаса енді оны ешкім заставить етпеймін. Шынымен. Мына жерде тасырмаса. Диана ханым, сол менікі жаңағы сол тақырыпты алып қашудың темасы ғой сол. Мен ойымда мысалға жұлдыз несі бар ғой, қалың мал бар ғой 2 миллион деген. Мысалға кейбір жігіттердің жағдайы жетпейді да 2 миллион төлеуге. И сондай кездерде мысалға алып қашып жатады. Енді немес демеген жоқ, ол кейбіреулер төлемейді де ғой, ондай болмайды ғой.
не қалмағын айтып жатырмын мен саған. Жалпы мен айтамын да Жұлдыз, егер сен қарашы жаңа ситуационный сұрақ саған, сені мысалға алып қашып кетті, алып қашып кетті, и табалдырықтан аттап кіргізді, алдыңа бір әже жатып алды сен. Мысалы өзің айтасың ғой, тәрбие көргем, сөйткем. Аслан бүгін түсінде біреуді алып қашқан тәрізді, өйткені сұрақтардың барлығы алып қашу жайлы болып жатыр. Қымбатты көрермен, бізде жарнамадан кейін эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Бүгін жұлдызды қонақтарымыз бар. Қосай ханзадасының кезекті 4-ші кезеңі де бар. Студия төрінде ерекше қонақтар. X-Factor Қазақстан байқауының жұлдыздары. Самая моя, самая любимая. Өнерлі жігіттер Кентал мен Анатолий Цой. Все хорошо, и мне уже не больно. Довольно. Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын елімізде. Бұл халқым. Сәлден кейін Қослайк жобасында. Кофе Жокей воодушевит и наполнит силами, чтобы заряжать энергией себя и других. Жокей. Энергия для дел. Баланың дене қызуы бар ма? Балаларға арналған Нурофенді қолданып көріңіз. Егер ыстығы қайтса, үйде тыныштық орнауы мүмкін. Балаларға арналған Нурофен дене қызуын және ауырды басады. 8 сағатқа дейін әсер етеді. 3 айдан асқан балаларға қолдануға арналған Нурофен. Алғашқы тамаққа не берсем екен? Нәзік брокколи, шырынды алма, мүмкін ет, немесе сүт өнімін бе? Агушадан бастаңыз. Тамағыңыз ауырып тұр ма? Ауру себебі үнемі белгілі бола бермейді. Аурумен қатар ісінуі және қабынуы мүмкін. Стрессус интенсивті қолданып көріңіз. Оның құрамында флорбипрофен бар. Ол қабынуға қарсы, ісінуге қарсы әсер етіп, ауруды басады. Жайландыратын әсері 2 минуттан кейін басталады. Стрессус интенсив тамақтың қабынуы мен ауруына қарсы. Бұрынғыдан да жақындай түсіңіз. Durex Invisible Men. Durex Invisible Men. Жақындай түсіңіз. Durex. Жөтелдің салдарынан ең жақсы сәттерді жіберіп алмаңыз. Лазалван жөтелге қарсы 3 есе әсер, қақырықты сұйылтады, тыныс алу жолдарын тазартады, өкпені қорғайды. Лазалван ең бастысы назардан тыс қалдырмаңыз. Sanofi, Франция. Дары, сенде Хомбанк қосымшасы жоқ па? Жүктеп алды. Банкке бармай онлайн тіркеліп, халық бонус диджитал цифрлық картасын ал. Смартфонмен саудаласаң, бонустарға ие бол. Қызметтерді комиссиясыз және бонустармен төлеуге болады. Бәлкім саған көлемі үлкен теледидар керек шығар. 24 айға дейін артық төлемсіз бөліп төлеуге ал. Жаңа теледидар енді үйге жөндеу жұмысын жасау. Онлайн кредит ал немесе 5 минутта қайта қаржыландыр да аз төле. Қалай? Хомбанк қосымшасын орнаттың ба? Хомбанк әрдайым сізбен бірге. Новый год уже на подходе. Самое время сказать «кышта» снежному настроению, праздничной выпечке, пусть не с первой попытки, праздничным украшением на твой вкус. И если гости не заставят тебя ждать, поделитесь с ними классным вкусом Нового года. Скажи «кышта» Новому году с Pepsi. Ищи праздничные бутылки в магазинах. Виктор Немин айналысып жатыр екен. Жұмыс істеп жатырсың ба? Маған да түсін жарату керек. Мүмкін көмектесесің. Қуанышпен. Далгит кремі буындар қозғалуының жақсаруына ықпал етіп ауырсынуды басады және қабынуға қарсы әсер етеді. Қалай? Қоршау жақсы ма? Әрине, онымен бірге өмірге жақын. Далгит кремі сары қорапшада. Ең алғашқы. Ұлту ханым алғаш мақалатыңыз ба? Бірдеңе дейін десем селкілдеп тұрып қорқып алмайсың. Тойдың үстінде қалыңдықты ұрлап кеткен. Оны ұмытты деп ойламыз дегенмен де шын айтқысы келмеген шығар. Берке дейіп сондай жасағымыз жоқ. Қазір қазақша айтқанда мұрынмен қадаған ғой жерге. Бұлай қалай Рамазан? Ұмыт қаптың. Дермен деп аталады. Сіз үйлендірген алғашқы жұп
дәл тұздары баспаған екен. Ақша бермейді ғой. Осыларға жарақ балады ау дегендер бір бөтілкі ақ салып жібереді. Бір көзкін кішкенеден құрбым дедің ооо. Сізге қоңырау шалғанда неге алып кете алмадыңыз? Өлім мен өмірдің үлкен арпалыс жолдарын көрдім. Еуразия бірінші арнасында сенбі 18:35-те. Аю желінің алаяқтарынан сақтасын. Алаяқтардың әрқайсымыз 60 мыңнан, 50 мыңнан, 100 мыңнан бере беретін болсақ, оны полиция ашпайтын болса, ол деген жайылып кетеді. Хакерлер жеке парақшаларды бұзып жатыр. Соттың санкциясы болмағанға дейін біз ол жедел түрде істей алмаймыз. Танымал сайттардың өзі сан соқтырып кетуі мүмкін. Білмеймін, мен ана сөздері мен бір гипнозда тастаған сияқты болдым, басқа ештеңе ойлаған жоқпын дейді. Пендеміз ғой студиясында. Кибер алаяқтар. Айгөлікті Абдрахан Назарбай. Сен бір ай болсын, 2 ай болсын. Маңызды нәрсесі кокпиттік болмауға. Эмоцияңды жасырамадың-ау. 4 жас кедергі ме? Мен өзіме үлкен жігітпен бұрын жігіт көрмегенмін. Әлде сырт келбеті ме? Бойы ұзынырақ болса деп ойладым ғой негізі. Төренің де бойы Назарбаймен бірдей ғой. Өте ұятты ойлаймын. Сәлден кейін Қослайк жобасында. Нұрсұлтан, тоқтаңыз. Тұрмысқа мұқылықты қалай? Сіз қалықтамаңыз. Бәрі жақсы. Көркемді жүйемейсің. Знаете, что вам нужно? Тағдырлас жанға көнесіз. Өз ойыңды ашық жеткізе алады, сосын өзіне не керек екенін біледі. Ұлы бар, менің де ұлым бар. Әңгіме жарасса болғаны. Вкусыңыз жақсы екен не? Сәлден кейін Қослайк жобасында. Бүгін бізде көңіл керемет, тамаша, көтеріңкі атмосферада дәл сонда ортада жұлдыз үміткері Мадияр және Аслан әлі қашудан шыға алмай жатыр. Сонымен Аслан не болды? Жанахан мені бүйтіп көбі түсінбей жатқан секілді арада. Мен айтқан жоқпын, ана бір күнде алып қашып кетсе деп тұрған жоқпын. Мысалға, былай қойшы, мысалға сені Асхатпен мысалға арақатынас болды ғой, жұп болдыңдар, Мусамен мысалға. Мысалға екеуін біреу алып қашып кетсе, мысалы сендер сезім бірдеңе болды ғой. Сен қаласың ғой, полигон, егер алып қашып кетіп жатса. Сезім дегенше, ұнату болды. Сезім деген сезімге жеткен жоқ. Себебі сезімге жетсе, онда біз әлі бірге болатын едік. Және алып қашу деп жатсың ғой. Сен қазір үндеу жолдап жатқан сияқтысыңдар. Мына қыз көмесе болды, алып қаша беріңдер деп. Мен алып қашпай қойыңыздар. Мен бәрібір қоймаймын. Енді басқалай не істейді енді, не істейді нарада қандай. Сіз өзіңіз шығара жатырсыз ба сонда Аслан? Енді білгім келеді де. Жоқ, әрине өзіңіз алып қаша беріңіз. Өзіме қызық болып тұр. Жоқ, мен айтайын. Әрине, Мадияр. Брат, алып қашатын ол, меніңше өзіне сенімсіз жігіттер алып қашады. Мен негізі түбегейлі қарсымын ондайға. Өзің қыздың келісімін алып ата-анасымен танысып, алған дұрыс деп ойлаймын. Жоқ, мен де негізі алып қашуға қарсымын негізі. Енді бірақ қанша жерден қарсы болсан да, қарсы емес болсан да ол енді бір салт дәстүрге еніп кеткен дүниелер ғой. Жоқ, Аслан, сен мысалы өзің қарсымын деп осыны не қойын үгіт деп отырсың, қайта айтасың, не жеткізе алмайсың сен соны қайта айтады. Енді жұлдыз деймін, Ерасыл, сен де өзің постоянно айтасың ғой осы жерде, жұлдыз саған қандай жігіттер керек, анау басқа қандай вариант бар нарада сен? Жоқ, разговор жоқ, келек, бірақ көңілінен шықпай жатса не істейсің оған? Дұрыс па? Аслан, жұлдыз өзінің идеалыңды сипаттап берші, біз көрейік. Қырсық алып қашсын деп. Маған алып қашатын емес, мені көндіретін жігіт керек та. Алып қашып керек емес. Енді қандай көндіретін жігіт керек, нараға не білер, бой ұзында, кішкен сақал жоғы да келіп отыр. Өзіне сенімді және жұрттың сөзіне мән бермейтін адам керек. Маған келген адамдар
өз жұрттың көз жоқ деп айтпай ақ қояйын, бірақ бірдеңкесі болмаса бірдеңкесі маған келмей қалды. Және сіздің де негізі бұрын болған жағдай қырсыз емес еді ғой, бірақ көз жасына қалдыңыз ғой. Сол сияқты мен көз жасыма қалмайтындай, қанша қырсыз болсам да мені ашу керек. Ашу керек болғанда басатын адам керек. Зухра ханым. Рахмет, Диана ханым. Мен қазір сөйлегенде бөлмесінші. Мадияр мырза, қош келдіңіз. Бұл жерде Асланның айтқысы келіп отқанды мен қысқартып айтайын. Жұлдызға действительно неше түрлі жігіт келді. Бірақ қызы тарапынан жігітке деген аяғын қадам болмаса, онда әрине жігітте бір закрытый есікке лабер басын шашады ғой, соны айтып тұр. Мысалы, тоқтамен жұлдыз білмей тұрады, айтып алайын. Содан кейін, енді саған міне керемет үміткер келіп отыр. Осы кезде қазір сен қолынан упускать етсең, жұлдыз, онда сен мына жерде құр отырсын деген сөз. Асланның айтпағы, ол сені енді осы жол алып қашпаса, сен өзің шарт жасауың керек. Мысалы, Ербол мырзамен болған кезде бәрі маған, сен ұшып бардың, жүріп бардың, бірақ ол менің тарапымдан қадам ол. Қыз да қадам жасау керек. Жігіт айтқаннан кейін қыздың да сезімі. Сен просто мына жақта орынды ұстап отырған сияқтысың, Жұлдыз. Басқа былай жандарға егер осы жол ештеңке болмаса, басқа мұқтаж жанға орынды уступать еткен. Бірдеңе бола ма, болмай ма, оны біріншіден уақыт көрсетеді. Екіншіден мен сіз сияқтылы бірінші қадам жасай алмайды екенмін, кешірім өтінемін. Бір емес, сізде 2 рет қайталанды ғой, енді қазір маған ақыл айтып отырсыз, Жоқ, 2 рет қадамдалса да, зато мен өзімнің қазір мен бақыттымын. Мен бақытты болыңыз, сіз кешірім өтінемін. Алда не болатынын білмейсіз, Нәфиза. Сіз әлі алда не болатынын білмейсіз, бақытты болыңыз, алда бәрі жақсы болады. Ол мен көремін, мүмкін бізде де жақсы болатын шығар. Мүмкін біз үміттенеміз. Барлығы жақсы болатынына рахмет қатысушылар. Ал енді дәл қазір сіздерді сырласу бөлмесіне шығарып салсақ, жеке танысып, сырласып әңгімелесуге қалай қарайсыздар, Жұлдыз, Мадияр? Болады. Онда сіздерді шығарып салайық, Мадияр. Темірлан бізде не айтып үлгермей қалды екен? Ал, Темірлан? Жоқ, мен айтайын дегенім ол, үміткер бірінші рет келіп тұр, бірінші күн көріп тұр. Сен де қайдан білесіңдер оны? Жақсы, керемет, оны жұлдыз алып қашып кету керек екен. Бір көргенде адам тану, неважно уже, тем более сонымен сөйлескен жоқ, ортада отырып өзін таныстырып бол. Адам, соответственно, келгенде өзінің жақсы жағын айтып, жаман жағы ол со временем өзі шығады, болды. Соны айтқым келген. Олай болса, эфирді жалғастырайық, және ол үшін ортаға кім? Нұрсұлтан? Ал пародияның хас шебері Нұрсұлтан Нұрғашев